Қайырлы күн достар. Бүгін біз осындай бауыр котлетін жасаймыз. Осындай жұп-жұқа, әдемі болып шығатын бауыр котлетін жасаймыз. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қолдап жіберіңіздер. Ең әуелі блендерімізді дайындап аламыз. Егер блендерлеріңіз кішкентай болса, әрбір ингредиентті бөлек-бөлек өткізіп алып, бөлек ыдысқа салып алуға болады. Ең бірінші 100 грамм биязымызды алып, сыртын ашып, блендерге саламыз турап. Содан кейін бауырымызды, сиырдың бауырын алып, оны да блендерге саламыз. Содан кейін жұмыртқамыздың сыртын жуып, бір жұмыртқа саламыз. Бәрін бірге блендермен өткіземіз. Сұйық масса болғанша блендерден өткіземіз. Ары қарай тұзымызды саламыз. Жарты қасық тұзымызды саламыз. Содан кейін 3-1 шай қасық соданы саламыз. Соды салмай-ақ қоюға да болады. Егер соданы салған ұнатпасаңыз, салмай-ақ қоюға болады. Кейбір адамдар сода салғанын ұнатпайды. Сол себепті сода салмай қоюға болады. Содан кейін қара бұршымыздан саламыз. Ары қарай сүтімізді құямыз. Сүтіміз жылы немесе салқынға қарамайды. Солай құя беруге болады. Содан кейін ұнымызды, 100 грамм ұнымызды саламыз. Бәрін салып болғаннан кейін тағы да блендерлейміз. Блендерлеп болғаннан кейін осындай сұйық та емес, қою да емес масса шығады. Осы массамызды енді пісіреміз. Бөлек ыдысқа салып аламыз жаңағы массамызды. Ендігі кезекте табамызға біразғантай кішкене май құямыз. Ол оттың астын не қатты да емес, жай да емес қоямыз, орташа отта қоямыз. Осылай котлеттерімізді құйып, сұйық массамызды құйып, котлеттер жасаймыз. Ары қарай котлеттеріміз қызарғанша пісіреміз. Бір беті қызарғаннан кейін екінші бетіне аударамыз. Екінші беті қызарғанша пісіреміз. Міне, котлеттеріміз дайын болды. Осындай жұп-жұқа, өте дәмді котлеттерімізді дайындап болдық. Сіздер де дайындап көріңіздер. Менің каналым ұнаса, лайк басып, тіркеліп кетіңіздер.